видео салып болдым, монтаждап болдым. Так, енді жүктелсін бұл. Так, арқам ауырып кетті ол жаман. Далаға шығып. Видео түсіп тұсау керек еді тағы да бір. О, чё там, житель? Чё там, житель? Саян? Сен бар ғой, видео түсірмейсің ба? Мен сенің подписчигім ғой. Мен сенің видеоларыңды көремін да. Сен қазір видео түсірмейді мүмкін ғой, не болды, идея болмай жатыр ма? Я сол менде қазір вообще идея болмай жатыр ше, неліктен екен білмеймін. Не видео салғанымды білмей жатырмын, қалай не видео салатынымды. Сен мүмкін идея айтатын жарсың, идеяң бар ма сенің? Негізі идея бар ше. Давай сен біздің ауылға компьютерный клуб салсайшы. Компьютерный клуб дейсің ба? Негізі жақсы идея болады ол да. Так, онда мен қазір компьютерный клуб салайын, бірақ менде қазір гейм мод жоқ ше, креатив. Админ бар емес па? Админді сұрап көр, болмаса өзіңде уақытша бір админ не ала тұрсайшы. Олай да болады, Так, давай житель үшін не қылғың келіп жатса, үйде тұрғың келіп жатса үшін тұра берсей. Тұра бергенде отырасың, телевизор көре бер, ма? Болды. Так, мен зомбилар не істеп жүр, зомбилар толтырып тастайықшы. Біздің ауылда немелі зомбилар шыға береді. Жап-жарық болып тұрса да. Так, былай не қылайық. Қатып жатыр біраз ше. Зомбилардың өздері ауыр қапты ғой. Так. Компьютерный клуб дейді, компьютерный клуб. Негізі жаман идея емес, жақсы идея, олай да болады салуға. Баяғыда маған миыма қалай келмеген бұл идея. Так, компьютерный клуб салатын болса, маған креатив керек. Креативті мен админнен сұрауға болады. Админ, маған креатив берші. Болды. Креатив алдық, бірақ уақытша екен. Так, мынау не жедел емес баяна сататын. Так, біз енді мына жерге компьютерный клуб салсақ та болады ше. Так, мына жерді кішкене тазалап жіберу керек та. Мына цындап істей салайық. Сосын бізге осы жерге компьютерный клуб салсам да негізі болады ше, Себебі әдемі көрінеді, бұл жақсы әлі еще кеңдеуді ше. Так, мен айтпақшы видеоға идея алдым ғой. Енді давай осы компьютерный клуб салдым деген видео түсіп тастай саламын да болады негізі, Так, мен онда қазір тастайын. Сөйтейін да видео түсіріп тастайын. Так, істей салайық. Так, бәріңізге мен біргеме Саян достар. Бүгінгі видеода бізде мен ауылға компьютерный клуб салайын деп жатқан болатынмын достар. Яқта маған жителдер, жителден не сұраған идея. Ютубқа достар, менде идея болмай жатыр, қандай видео түсем болады деген. Енді мен жителден сұраған едім, ол маған компьютерный клуб салсайшы дейді. Негізі олай да болады достар, мен көп компьютерный клуб андай. Бұл ауылда негізі жоқ, қалаға барып ойнайды көбісі. Енді бұл ауылдан да біз давай сөйтіп ашайық. Негізі керемет. Так, біз қандай блоктан салсақ болады? Негізі ең әдем мына блок сияқты, осымен әдем кетеді. Так, бізде мынандай зат бар. Осы жерден осымен сала берейік. Не деген менде әдем көрінеді. Қазір бірінші әшейін эксперимент ретінде болсын салып көреміз. Бәрі сары түсті болса, енді бір түрлі болып қалады да. Сәл бір түрлі түсті осындай, фиолетовый осында бола берсін. Так, бізде есігі мына жақтан осындай екеуі болсын. Так, көтереміз. Ал біз мынандай жағын, так, ақпен істеуге болады бізде. Мынандаймен істеуге болады. Негізі мынаған қарағанда ақпен әдем сияқты ма, достар? Ақпен әдем сияқты, достар. Так, ақпен әдемі. Давай ақпен істей берейік ары қарай. Мен андай үлкен қылып бір компьютерный андай дәу не салайым. 3-4 адам отыруға болатын кішігірім сондай компьютерный клуб саламын достар.
каналға тіркеліп лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыздар достар. Менде достар актив түсіп кетті. Оның алдыңғы несінде 500 сондай просмотр жинайтын еді. Қазір вообще 500-ге де жеткізбейтін болдық достар. Негізі достар, сіздер маған тіркеліп лайк басып мені қолдап кетсең. Так достар, бізде өшім, менде телефон зарядкасы өшіп не қапты, видео өшіп қапты. Так достар, мен бағын айтып атқаным, сіздер достар маған тіркеліп лайк басып подписаться етсеңіздер, мен достар мотивация алып сіздерден өшім сіздерге қызықты деген видеоларды түсіруге тырысатын боламын достар, әртүрлі идеялармен. Достар, менде енді қазір 18-19 подписчик болды ғой. Енді достар, бұл негізі бізде аз да. Мен сіздерге жаңа жылға дейін бір өтініш қалдырғым келіп тұр. Жаңа жылға дейін давай бізде 100 подписчикке жеткізіп тастаңыздаршы достар. Жаңа жылда сонда мен сіздерге бір қызықты видео түсіретін боламын. Тіпті бір күнде 2-3 видео салатын боламын достар. Жетел, кетші әлі. Ой, көріп атыр ғой. Көрсең, одан маған бәрі білген, қазір көресің, бірінші бітіріп алайық та. Сіздер бітпей атып әтеуір не қылып атсыңдар. Так, лайп неғықты өшім. Достар, видео өшіп қапты, мен мынандай қылып өшім салдым. Сырты осындай болып жатыр. Так, жаңа жылда достар, айтпақшы, кім қаншаншы сынып оқып жатыр, кімнің жасы қаншада, соны достар комментария жазып кетіңіздер. Мені қанша жастағы балалар көретінін, кімдер көретінін, соны үшін мен біліп жүрейін. Мен өзім мысалы школьникпін, және жасым менің 14-те. Тағы не айтарым? Қай мектепте оқитынын айтпай-ақ қояйын енді. Достар, мен жайлы 10 факт деген видеолар достар көргілеріңіз кесе өшім. Лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Кетші, қазір неғықты істеп атыр бұл комиссия, өлтіріп тастайым. Кет дедім. Қазір дайын болғансын, істеп болғансын көресің. Кетші әлі. Мына жетел шықпай еді, қалғандарының бәрі жүр анеқта. Осы жетелі шықпай қалды өтер ма? Компьютердің жанынан, компьютердің клубтың жанынан достар. Айтпақшы дост, бұл компьютерный клуб жағынан жақсы көреді. Бұл қалаға бар ойнайды, қымбатқа. Так достар, менде 10 жайлы бағана айтып кетейін. Тағы да 10 жайлы факт мен жайлы деген сондай видео көргілеріңіз келсе, давайте осы видеоны біз лайкын бір 20 лайкқа ма жеткізіп бастайық. 20 лайк давай достар, 20 лайк жеткізіп алайық. Бірінші одан кейін біз 100-ге жеткіземіз, 1000-ға, миллионға, 5000-ға да сөйтіп жеткізіп көреміз достар. Ең алдымен біз 20-ға жеткізіп алайық, соның өзі бізге негізі нормально әзірге. Так достар, өшім 20 лайк. Және де достар, мен давайте осы апта уже бітіп отыр ғой достар. Осы аптада давай біз 30 подписчикке жетейік хотя бы. Сол кезде мен үшін мен жайлы 10 факт деген видео түсіріп көретін боламын достар. Бірақ мен оған өз түрімді салмаймын әрине. Тек бар болғаны Майнкрафтпен түсіретін боламын достар. Себебі мен өз түрім салым келмейді. Так. Осылай. Так, бұл жағынан сразу естіп сей салайық. Газ көтереміз ғой не дегенменде. Тағы да достар, жаңа жылға дейін деп жырғып тастасаң, жаңа жылға дейін 100 подписчикке жеткізіп тастайық достар. 100 подписчикке жеткізейік, сосын мен сіздерге тағы да бір қызықты видеолар шығаратын боламын. Одан кейін тағы да сөйтіп жеткізіп өшім 200-ге, 300-ге, 400-ге сөйтіп 1000-ға жетіп не болайық достар, дамып алайық. Жақсы болды, ана жетелінде ше маған айтқаны осындай видео түсір деген. Әпесе мен негізі вообще ютубқа видео түсіруге идея таппай отқан едім.
достар, айтпақшы сіздер видеоға комментарий жазып кете беріңіздер, оқымайсың бәрібір, жауап та бермейсің деп. Мен кейбіріне емес, мен өзім жазған, сіздер жазған комментарияны оқып, және де мен соған лайк басып, өзім жауап қайтарып кететін боламын, достар. Ол үшін сіздер видеоға лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер, және де достарыңызға жіберіп, маған тіркеліп қойыңыздар, және де лайк басыңыздар. Ой, неде кеттім мен үшін? Комментарий жазыңыздар. Осыны айтамын деппін. Е-мое. Кейбір подписчиктер әйтеуір маған жазады. Әйтеуір бір видеосында, қай видеомда екенін өзім де білмеймін негізі. Бірақ бір видеомда типа айшуақ сияқты болмай қойшы дейді. Енді мен негізі мойындаймын, достар, мойындау керек, бұл шындық. Мен айшуақтардың негізі подписчигімнің, олардың да видеоларын көремін. Бірақ мен бұлардан енді қайталадым. Сөйтіп достар үшін. Бірақ өзім намап қолым оны ерде. Осылай. Тез салып тастайық, достар. Айтпақшы, достар, бұл мына карта менде өшіп сервер емес. Басқандай тип адамдар көңін кіріп отырмайды, тек жақын адамдар сөйтіп кәдімгідей Майнкрафтта бір-біріне қосып қалай ойнайды, солай ойнайды үшін. Бұл сондай үшін, бұл сервер емес, достар, айтып қояйын сразу. Бұл мир. Достар, қандай видео түсірейін, сонда комментария жазып кетіңіздер. Менде соңғы күндері идея таппай жүрмін, сізде видеоға деген сіздерге қандай видео түсіруге болады алдағы уақытта, соны комментария жазып кетіңіздер, достар. Мен бәрін оқимын, достар. Сіздер не жазып жатсыздар, мен соның бәрін оқимын. Кейде менің қолым босамай, оқымай кетуіне мүмкін, бірақ ренжімей қойыңыздар, мен оны бәрібір де оқитын боламын, достар. Себебі мен видео салғаннан кейін біраз сағаттан кейін үшін мен қараймын, типа не комментарий жазды ма, қандай комментариялар жазды деп ше. Сөйтіп қараймын, достар. Так, керек емес болды. Так, біз енді қандай терезе қоямыз, достар. Давайте қара терезе қойсайық. Қара терезе не дегенде әдемі үйлеседі. Осылай. Мына жетел жүрген әлі жоқ мұнан жанында. Компьютер қазір қоятын боламыз. Мұндай дөу панорамны үшін терезе қойып қоя салдым, осындай ұзын. Не дегенмен терезе енді сәл көп болу керек. Астыда вообще терезе жоқ. Мына алдыңғы беттер ғана терезе бар, артында вообще терезе жоқ та, достар. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Так, мынандай керек емес, есікті біз әдемі есік қояйық. Жоқ, біз емнеқта модтағы есікті қойымыз ба? Бұл жүр емес. Бұл емес. Мынау. Қайыр неді өзі? Қай есік еді? Міне. Кетші дедім ғой мен саған. Мынандай есік қойымыз ба? Қош, бұндай есік. Өтірлі. Ұнамайды маған. Мынандай өзіміздің Майнкрафттың әдемі әлі өлдің де қалдым. Ақымақ. Шындай мұны да бір жетел. Так, енді біз маяқтан стол қойып, енді ішіне кірсеміз. Бізге ең бірінші не керек? Бізге фонарик керек. Свет алып алайық өзіміздің қолымызға. Светтерді қоямыз қазір. Компьютер керек, орындықтар керек. Мынандай керек, ноутбук керек. Так. Кеттік енді, мұның ішін біз істейтін боламыз, достар. Мынандай ұзын. Осындай свет қоя салайық. Достар, менде қазір мынандай компьютеріне клуб салып жатып, тағы да бір идеялар келіп жатыр. Алдағы уақытта кинотеатр салсам ба деп отырмын. Ана жетелдердің магазин, негізі жетелдердің өздері салған болатын. Мен салған жоқ магазин ешқандай. Енді мен де сөйтіп магазин салсам ба деп тұрмын, қараңыздар. Әдемі жарық ұрды. Күшті жарық болды. Так, бойынан ұзын қылып
столмен қойып қойық та неға. Көп адамдар отыруға болады да нормально. Әрқайсы жағын осылай бір заттан қалдырып тұрайық. Все нормально. Ой, ё-моё. Имени Балена. Ой, ё-моё. Осылай и потом осылай. Мына бізде компьютер ойнайсың. Ал мына жақта бізде енді бұл жақта біз тамақ жейтін сондай бір нәрсе. Жоқ, қате. Мына біз лестница қалдыруымыз керек қой екінші этажға. Так, лестницаны біз немен істейміз? Мындай ағаш несімен істейміз ба? Жоқ, бұндаймен емес, мынандаймен істей берейік. Жителдер бұндаймен ойнамайтын шығар. Мынандаймен істей берейік, достар. Осылай. Так. Осылай. Мәне не болып кетті өзі, а? Тегістеді, деп біліп істеп тастақ. Осылай қой берейік, не болып кетті бізе. Все, әдем кетті. Так, бізде мына жерде енді сондай су, сондай тұратын болады. Мына бізде мінетін болады. Лестница. Светтің жанында тұрады. Так, енді әдем кетті. Бізде енді бостан отырмайтын. Мына да лестница. Ой, лестницасын емес. Фонарик қойымыз керек қой. Свет. Так, бұл жақты біз енді, бұл жақты да бәр жет компьютер алып, мен негізінен бұл неге қалдым. Компьютер алып, ноутбук алып кетеді ғой, бәр сондай ғана алғанда бұл. Жұмыс жасауға ыңғайлы да бұл мен. Видео монтаждағанға мысалы, мына қоя салайық. Болды әдемі, свет жанып тұрады. Созамыз. Так, енді бұл жерде жителдер бізде енді көп кеп ойнайтын болады ғой. Бұл анық қой, анық. Немене бәле бұлай қойыла береді? Бірші нотайыл. Так, біз енді компьютер қоюымыз керек. Осылай. Так, бізде болса, болды негізі осындай нормально болады осындай. Айтпақшы біз телевизор қойық давай. Телевизор енді неге десек көріп отырады да енді телевизор. Так, телевизор бізде телевизор. Мінеки бізде осындай телевизор. Мынандай бар. Диван қойып қойық. Диван. Диванға негізі осы. Қандай диван екен да ма? Дәу ма? Нормально ма негізі? Так, бұны біз қайқа қоямыз. Давай мына жаққа қоя салайық. Осылайынан қоя салуға болады. Так, біз бұны бұлай іліп қоя салайықшы негізі. Осылай әдемі сияқты. Осылай. Так, жоқ, бұлай емес. Бұлай бір диван. Не деген мен бір диванда негізі бір ғана адам отырады. Солай бұл, негізі сондай диван екен. Соның алдында отырады. Енді бісі мынаған мешет етеді. Менен типа адам өтіп кетеді. Мынаның алдынан өтіп неға кете береді. Сондай өшім достар. Кішігірім осындай не болды. Мына бізде жай адамдар ішінде мал отыратын. Кезекпен күтіп отыратын сондай болсын. Айтпақшы бізде кезек күтетін бар екен ғой,
Так, кезек күтетінді біз мына бетке қойып қояйық. Осы жерге былай 3 адам. Осы жерге қойымыз. Нәрде типа бізде сусындар болады ендігде. Так, все. Бір телевизор негізі жетеді. Енді бізде новогодный келе тұрға давай. Новогодный шыша қоймай қойық. В общем, магазиннен өздері авалат жейтін сусыннан нәрселер. Так, бізде, в общем, достар, осындай не болатын. Компьютерный клуб болған болатын. Клуб емес, компьютер. Осындай компьютерді ойнайтын не салып қойдым мен. Так, достар, сіздерге осы видеоңызға лайк басып, подписаться етіңіздер. Жаңа жылға дейін 100 подписчикке жетіп тастайық, достар, мен сіздерге сенемін. 100 подписчикке жаңа жылға дейін смело сіздер жеткізіп тастайсыздар деген ойдамын мен. Ал достар, сізбен болған мен Саян Икс. Барлықтарыңызға давайте!